Сәлем достар, сіздермен бүгін асқабақтан жасалынатын, тәтті, жұп-жұмсақ болып шығатын орама самсаның рецептімен бөлісемін. Каналыма подписать етіп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Әрқашан сіздермен жаңа рецепттермен бөлісіп отырамын. Ең алдымен бөлме температурасындағы суға дәміне қарай тұз салып, жақсылап ерітіп аламыз. Оның үстіне ұнымызды салып, жақсылап қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болған соң, бетін жауып, 15 минутқа қамырымызды демалдырамыз. 15 минуттан соң қамырымызды тағы да жақсылап илейміз. Бізде қамыр жұп-жұмсақ, бір тегіс әдемі болып шығады. Енді тағы да 5 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Пиязымызды жұқа жіңішке қылып осылай турап аламыз және барынша осылай майдалаймыз. Дайын болған пиязымызды осылай ыдысымызға салып аламыз. Енді асқабағымызды да майдалап, 4 бұрышта қылып тураймыз. Дайын болған асқабақтарды пияздың үстіне саламыз. Енді дәміне қарай тұз салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Міне біздің салмамыз дайын, енді қамырын жаюға кірісеміз. Қамырымызды қалың емес, тым жұқа да емес, мантының қамырының жұқалығындай қылып жаямыз. Міне біздің қамырымыз дайын, енді бетіне сұйық майды жұқалап жағып шығамыз. Майымызды жағып болған соң, қамырымызды теңде 2 бөлікке бөлеміз. Енді салмасын да теңде 2 бөлікке бөліп, қамырларымызға салып шығамыз. Салмасын осылай қолымызбен барлық жеріне тегіс қылып жайып шығамыз. Енді қамырын шамалы жалпақтау қылып, осылай ораймыз. Қатты нығыздап ораудың қажеті жоқ. Енді табамызға жұқалап сұйық майды жағып, дайын болған қамырымызды табамызға саламыз. Енді бір жұмыртқамызды ыдысымызға жарып, ағы мен сарысын жақсылап араластырып, осылай самсамыздың бетіне бір тегіс қылып жағып шығамыз. Енді алдын ала қызып тұрған пеште 200 градуста пісіріп аламыз. Әркімнің пешінің қызуы әртүрлі, соны ескеріңіздер. Міне біздің тәтті, жұп-жұмсақ самсамыз дайын, арасы осылай қатпарлы болып шығады. Жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Назарларыңызға рахмет. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.